Лечо салаты. Сәлем достар, бүгінгі видеода лечо салатын дайындаймын. Бізге керекті қызанақ 7 кг, сұйық май 150 грамм, сарымсақ 1 бас, шекер 4 ас қасық, болгар бүрісі 3 кг, уксус 70%. Қызанақтарымызды блендерден өткізіп аламыз, болгар бүрішін 4 бөлікке бөліп аламыз. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Қызанақ езінділерін қатты отқа қойып қайнататын боламын. Езінділерімізді 20 минут қайнатып аламыз. Қайнап тұрған езінділерге болгар бүрішін салып және 20 минут қайнатамыз. Оның үстіне сұйық майымызды құямыз, тұз саламыз. Қалауларыңызша шекер салыңыздар. Мен 4 ас қасықтай шекер салдым. Және оны араластырдым. Жақсылап араластырыңыздар. Қайнап тұрған салатымызға 5 түйір туралған сарымсақтарымызды салып 10 минут қайнатамыз. Салатымыз бұрқырап қайнағанда банкамызды 15 минутқа булап, қақпағымызды 5 минутқа қайнатып аламыз. Дайын болған салатымызға 1 ас қасық уксус құямыз. Салатымызды бір жақсылап араластырып алып, банкамызға құямыз. Салатымызды банкаға толтырып құямыз. Салатымыз қыста жақсы сақталып тұру үшін қақпағымызға 1 тамшы уксус тамызамыз және қақпағымызды жақсылап жауып қоямыз. Жылы жерге сақтап қойсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Қарлығаш.